Адам тыңдамай Адам емес екенсің. сөзіңіз. Есің дұрыс па сенің, Одан артық қандай кандидат керек еді біздің ауылға депутаттыққа? Сәбиттен артық кім керек еді сендерге? Жас десең жас. Көзі ашық, көкірегі ояу, шетелде оқып келген. Ауылда бүткіл мектеп реформаларын өзгертем деп отыр. Метбұн салам деп отыр, жол салам деп отыр. Одан артық жандарыңа не керек сендердің? Жеңше тыңдаңыз деймін. Маған сәбитіңіз қызық емес. Соға қайда соға? Соқаларыңды мен сүйреп жүрмін ба? Көкем сізде деді ғой. Нариман ап кетіп еді ғой. Сразу айтпайсыз ба, Нариман ап кетті соқаны деп. Ана сәбитке дауыс берсе, өйтсе дей бергенсің. Сайлау не болды? Сайлау. Жер жыртылып ме? Жүріңдер сол жер жыртып. Өздерің жыртылып қалғанша. Бұларға түк жақсылық жақпайды. Мына ауылды өзгертейік кішкене. Мынау ел қатарлы бізде жан-жанымыздың ауылдарын бәрі гүлдеп жайнап кеткен. Біздікі сол 18 ғасыр болып әлі жүрміз. Жылда ана Қасқырбай қайнаға сайланады, оның өзгертіп атқан түгі де жоқ. Мына жастарды сайлайық, шетел оқып келген деп Сәбитке өзімше өкіл болғам ғой. Бір адамды көндірмей масқара болып жүрмші. Негізі Дүйсенді көндіру керек бірінші очередь. Дүйсен көнсе алтынан 5-6 бала шығырып келеді оныңшы. Апамды көндіру керек. Жексенден толқы жоқ. Жексен уже Қасқырбай ағасының қасында жүрген шығар уже. Каталог 6 секунд ол. Наконай бар ғой айтпақшы. Ол да адам ғой. Оның паспорты бар ма еді өзі? Бұл Наконайды көндіру үшін обязательно қызбен таныстыру керекші. Ауылдың қыздары, көрші ауылдың қыздары мені көрсе қашатын болды, жынды қайнысын таныстырады қазір депші. Соның қасында жүріп, мен де жынды болып кеттім ақырында. Картотекамда бір қызға мапты. Диктофонмен қатырмайым ба оны? Осы орнын диктофонмен алдап мәзіп қоймайым ба? Алло, бұл кім? Күлпәш жеңеше, қалайсыз? Жақсы, рахмет. Кім? Наконай? Таным ғой. Әдемі жігіт қой, көзі бақырайып қаған. Қырмұрын. Красавчик қой негізі. Танысайық. Аха, жарайды. Болды ғой, осы мен шалқасынан түсірем ғой қазір. Так, каталогтың магазинге жібере қойбайым. Өсек айтып, 2 сағат. Наконай, бер кел. Күшті әңгіме бар, бер келсей. Ноқалай, бер кел деймін. Бер кел, күшті нәрсе бар. Мен тез жасырып қойайым мен. Сумаңдап жүріп көріп қоймасын бұнда. Жынды қой ұқсап не істеп жүрсің, шарбақты айналып. Ана мен қызыл футбол кімген? Қайсы? Мына жерінде жүректің суреті бар, стрелка қадалған. Не істейсің оны? Ескіріп кеткен ғой. Етегі созылып, дізеңе жетіп тұр ғой. Ана көрші ауылға бөтен қыздар кеп, барып таныспайтам. Сол футболкың кимекшісі менді? Жүрек сындырады анау. Қойшы, ят емес бәні, сүндеттелген бала құсап, соның киіп барасың менді, созылды. Тәрпіштенбей, айтшы қақта. Оны әдемелеп, 4-ке бөліп трәк қойғамыз біз. Күшті анау, шаңын сол сорады екен терезені. Осы көре алмайтындар қашан қоясыңдар? Наконай, оны қоя тұршы, ертең ауылда сайлау болайын деп отыр, білесің ба? Ана Сәбит бар ғой, Сары Сәбит. Ана шетелде оқып келгенше, сол ауылға ертең депутаттыққа сайлауға түсейін деп отыр. Соған дауыс берейік та, бәріміз жабыл, соны қолдайықшы, пожалуйста. Сен сайлауыңа мен не қатысым бар? Сен де 7 қазынаға кіресің ғой? 7 қазынаға кіретін мен саған иттім ба не? Наконай, 7 қазынада иттен басқа нәрсе жоқ деп айтты ма саған біреу? Берем мылтық бар, қыран бүркіт бар, сері жігіт бар, сұлу қыз бар. Мен қайсына жатам? Енді сұлу қыз емес шығарсың енді. Мылтық емессің, бүркіт емессің. Қой, Наконай, сері жігітке мүлде жатпайсың сен. Иттен басқа түк қалмады ғой? Енді адаммын десең, паспортыңды алда барып ертең дауыс бер сайлауда. Болды, ертең түсте барып дауыс берем. Сәбитке, Барып Сәбитке үріп берем. Бірден айтсың, үстіп, қыңыранып, қисайып жүреді өмірі. Ауылдың жағдайын сендер ойламағанда кім ойлайды енді?
Бүткіл ауылға ертең жол салам деп жатыр. Ауылдың бәрін шетел қылам деп отыр. Немене бәлесіңдер? Маған не пайдасы бар оның депутаттардың? Қара басқа пайда болу керек па? Халыққа пайда тиісіп алды, болды емес па? Маған болу керек именно пайдасы. Қатына берсін, дауыс берем барып. Ай, енді депутаттар әпермейтін шығар саған қатынды. Именно депутаттар әперсін. Өздері 4-5 қатыннан алып алған. Біреуін берсін, ажырасып кеткенде бола береді. Наконай, не қыласың біреудің қатын? Мен сені күшті қызбен таныстырайын ба? Кім? Күшті, шаны шашы белден келеді. Көзі көк, өзі сары. Көрсең қарап тұра бергін келеді. Бірақ тағы алдап атсың ғой сен мен. Осы уақытқа шейін 47 қызбен таныстырдың, бәрі паражнек. Енді кім соны паражнек қылып атқан? Айналай, мен қайта уәдемде тұрып сені таныстырып атырмын ғой. Сен ғой адам қыздарды шошытып атқан. Сұрақты қойып, адам өзің ептемейсің ба қыздарды? Не ана мұрныңла лампышқа шығара аласың ба деген не сұрақ ол? Есі дұрыс адам сондай сұрақ қоя ма? Тормыз. Бұл ондай емес, шын айтам, бұл шана жаңа сайланып атқан Сәбит бар ма? Соның туған балдызы. Қояуым балдыз бар ма не? Біз Инстаграмда, чатта барымыз ғана, ватсапта. Мен жайлы не деп атыр ол? Таныстырайын ба? Таныстыршы. Қазір громкамен сөйлесейін ба? Громкаға сөйлес, маған факты керек. Болды, қазір громкамен сөйлесем. Мені кім деп тұрсың сен? Алло? Алло, бұл кім? Мен ғой Күлпәш. Күлпәш жеңеше, қалайсыз, жақсысыз ба? Жақсы, өзің қалай? Иә, жақсымын, бәрі жақсы. Дариға, мен сені бір күшті жігітпен таныстырайын ба? Қайсы? Наконайшы менің қайным. Наконай ма? Танимын ғой, иә. Танима. Иә, нормальный жігіт ол негізі. Әдемі ғой. Көзі бақырайып қалған, қыр мұрынды. Красавчик қой негізі. Танысайын. Онда бар ғой, Дариға бітеміз. Ертең бар ғой, сайлауға барамыз, иә? Сайлауға барамыз да, сосын кімге дауыс береміз? Сәбитке, иә? Сәбитке береміз ғой, иә? Сәбитке дауыс береміз да, сосын кафеге барамыз, Наконай ішеміз. Кейін мен кетіп қалам, Наконай екеуін қаласыңдар. Бола ма? Аха, жарайды. Болды, онда ертеңге дейін. Қалай? Кеттік. Қайда? Дауыс берейік те барып. Қуасың ба сайлау ертең ғой? Бүгін дауыс бер, дауысымыз желге ұшады. Қазір бергім кеп жатыр. Біз екеумізден басқа тағы каталог. Жаққа, давай. Нандай қылып, давай күшті. Екеуі жетіс қап. Я. Әкелін, біз шешіп қой, так, бере салды сен. Нені әкел? Сен бере сал, так. Сен паспортыңды бер. Анау берді, сен паспорт берсең мұна. Мұнада паспорт па, метрке ма? Не десің? Сен паспортын жексенге беріп қойдың ба? Ұяды? Не үшін? Жынды ма мұналар? Бер, тез. Әкел, уақыт жоқ. Жой, не үшін айтсай? Ана ерте сайлау болайын деп жатыр ғой, барып сайлауға дауыс беріп келейін мен. Бере беріңдер барып дауыстан. Біз өзіміздің аяғымыз бар ғой, өзіміз барып береміз ғой. Үйтіп беруге бола ма не? Мынаның есі дұрыс па? Сонда не бәрің шұбырып сайлауда жүрейік. Үйде тірлік кім істейді? Тірліктерің істейді, мен аттанып бәріп қол қойып келерім. Кімге дауыс берейін деп жатсыңдар? Жынды. Мынау не ауып қалған ба? Кімге дауыс береді? Қасырбай көкемнен басқа вариантың бар ма? Айттым ғой. Қасекеңе береміз, көкеме. Сендер соған бере беріңдер, біз Наконай екеуміз Сәбитке дауыс береміз. Кімге? Мен бажама? Бажас десе? Сәбитке кәдімгі. Күлпаш, ұялсай. Не үшін? Ұят бар ма сенде? Ужас. Ойбай, ертең ана волк қайнағанның түріне қайтып қарайсың, келген кезде бүйтіп шай құйып отырасың ба? Ұялсай, біздің әулеттің үлкені ғой, қайнаға. Иә. Соның жолын кесіп, какой-то анау пацан кешегі Сәбитке дауыс бермекшісің ба? Позор. Ой, ананың басы айналып қапты ғой, каталогты. Кеше айттым саған тышқан дәрісін бере салайық деп. Шынысы ма, сайлау біткеннен кейін де туысқан керек қой. Көндіреміз қазір. Жексен, каталог, сендер қуасыңдар ма? Со қайнағаға жылда дауыс беріп жатыр қой, кән бірдеңе өзгерді ма ауылда, или басымызда мүй шықты ма? Каталог, ана Сәбит білесіңдер ғой, шетелде оқып келген. Ертең ауылға үлкен парк соғам деп жатыр. Ортасында үлкен андай фонтан болады дейді. Кәдімгі түнде ана телевизордан көргенше билеп тұратын фонтан. Сондай болады дейді. Сосын балабақша соғамыз деді ауылға, 2 этаж. Сосын барғана сен жақсы көретін бар ғой, шөп егіп қойып жүгіріп жүретін. Лабиринт соғамыз деді ауылға. Я. Иба мен Сәбитке дауыс берем. Молодец, сөйтсейші. Жастарға берейік та, не істесін? Каталог. Сен немене?
Католик болды, Сәбитке береді дауыс. Ол ерден парк салайын деп жатыр. Көрдім, бағдарламасын оқыдым. Сәбит жас қой, ештеңе білмейді. Паркты қайда салайын деп жатқан білесің ба? Ауылға? Ауылға, иә. Ана мал базардың орнына самақшы, ақымақ. Мал базарды бұзбақшы. Жақсы емес па қайта? Сол мал базардың кесірінен ауылымыз жазда шыбын басады да жатады. Шыбындар мұрнымыздан кіріп, аузымыздан шығып жатады. Жақсы емес па? Жап-жасыл болып тұрады. Мал базарды бұзсаң қайт күн көрмекшісің. Қойша тек. Мал базардың арқасынан бүкіл ауыл. Мына біз күн көріп жатқан жоқпыз ба? Әні басталды. Оны бұз тұсы қайт күн көреміз. Мақыл, бұз тастайық. Жұмыс жоқ, ақша жоқ, айлық жоқ. Парк сақ қойықты, аш-жалаңаш, сол паркта отырайық бәріміз. Қара аспанды төндіре бермеш, тегі жүді. Мал базар кетсе өріп қалатындай болып отыр. Болмайды мал базарды бұзуға. Одан кейін анау, не етпаған айтып жатқанына шөпті істеген. Лабиринт. Соны бар ғой, анау ұн шығаратын диірмен бар емес па? Иә. Соны бұзып, соны орнына самақшы. Қойшы, диірменді бұзамыз деп жатыр ма? Иә. Ой, наконец-то. Чек көрем сол диірменші. 18-ші ғасырдан қалма бір-біріңе. Тура ауылға келген бәрі күлет, мұстан кемпір сендердің ауылдарыңа тұра ма депші. Жақсы болды кеткені. Ақмақтар, диірменді бұзып тастасақ, ұнды қақтан шығарамыз. Қойшы, жексен бар ғой, көрші ауылдың бәрі диірмен ғой. Өлі, сонда біз өзіміздің ұн шығаратын диірменімізді бұзып тастайық. Сөйтіп, 70 километрдегі ауылға бидайымыз арқалап барайық әбіржіп. Әбіржімей-ақ бара ме? Оны ұнғып әбіржіп жүрейік. Басталды. Сол кезде сендер жүріңдер ана бағанағына, не анау? Лавровый лист па, не жаңағы? Сөйерді ойнап жүріңдер, біз жүрейік. Әбіржіп. Болмайды ол. Үйбей волк қайнағаға берем. Тұрыс жер. Каталог? Ой, сатқын. Ол қарасаңдашы, ауылда жол не болып жатыр? Жылда жол істеп берем дейді, ауылда бірдеңе өзгерді ма? Жол істелініп жатыр ма? Айтыр өтір қана бірдеңе мен сыртын жалап кетеді. Ол қалай бір жыл жаңбыр жауады, бір қотырың екі қотыр болып шығады. Дұрыс қайда, авария аз болады. Өткенде католик салтанаттың ауылына бардық қой, бір таудың бір шетіндеші, адам түгіл, машина түгіл, адам бармайды ана тау. Жолдарын қарасаң айнадай, жылтырап жатыр, тайып жығыласын. Біздің ауылға сондай жол болса, тақиямызға тар келе ма? Сәбит жолдың бәрін айнадай қып жасайым деп жатыр. Рақат емес па, төркініңе шу-шу етіп 5 минут сайын барып келесің. Үйбей Сәбитке дауыс беремін. Сөйтсейші? Жыбырламай тұршы енді бол. Болды, ешкім жоқ енді. Каталог, мен айтты дейсің. Ол жол салынады білем. Бірақ сразу айтайын, ол жол платный болады. Қойшы, кім айтты? Ол салынса платный болады. Маған айтты дейсің, мен білем ғой. Сен қанша теңгемен барасың төркінге? Дүшен 1000 теңге береді. 1000 теңгемен, ал сол жол салынса, сол жолға тағы 2000 теңге төлейсің. Құр асфальтке. Математик болып қалды. 3000 теңге кетеді. Сосын оған камера қояды, дүйсен обязательно камераға түседі, мен білем ғой дүйсенді. Ол 10.000 теңге ма сондай. Сонда 13.000 теңгемен бару, 13.000 теңге, 26.000 теңгемен дүйсен сені апарама. Дүйсен о кезде машинасын тастап жаяу жүреді. Төркініңе зар боласың. Төркініңді көруге мәжбүр боласың. Сатқынай. Кетсе кете берсінші? Осы депутаттардың тағдыры осын католиктің даусына қарап қапты дейсің бе? Сондай болып тұр ғой, қайтесің? Вообще сендерге таң қаламшы, екеуіңе неменеге жетісіп, өздеріңше болса Қасқырбайға дауыс бере бересіңдер. Береміз, Қасқырбай не істеді? Осы тәуелсіздік алғалы Қасқырбай депутат болып жатыр ауылда. Бірдеңе өзгерді ме ауылда? Қасқырбайдың үйінен басқа ештеңе өзгерген жоқ ауылда. Ана байғұс медпунктті жылда өзгертем дейді. Қаяқтан? Отырады фельдшер байғұс бір бөлмелі кепенің ішінде. Не салатын уколы жоқ, не беретін дәрісі жоқ. Ауылда кім немен ауырып барса да сасқаннан анальгин бере береді. Сол Қасқырбайдан уәдесіне тоятын уақыттарың болды ғой. Сендерді осы ештеңе істемейді. Неге көрмейсіңдер осы Қасекең істеген? Неге көрмейсің? Көретінде ештеңе істеген жоқ қой, көретіне қой істесе. Былтыр арғы жылы не істеген білесің ба, сайланғанда арғы жылы? Не істеді ал? Қасекең арғы жылы осы ауылға ел жұртым деп Қасқырбайға арғы жылы. Мен де көргем. Арғы жылы осы не істетті ғана нені? Не істеді ал, айтыңдаршы. Айтсай, не істеді? Мақыл, былтыр айтсылайшы, былтыр. Былтыр не істегенін білесің ба? Мақыл, былтыр не істеді ал? Былтыр Қасекең, былтыр не істеді? Аузыңды толтырып айтшы, не істеді ал? Биыл точно істейді. Осыдан қараптық, биыл істейді. Жүріңдер сол жыл санап. Көресің, биыл істейді. Күйдіргілер десеш. Мен іштеңе білмеймін, Сәбитке дауыс береміз. Көрмейсің да, ойбай. Қысымен саған шөпті кім берді ал? Каталог,
шөп жегенге мәз болып жататын сиырсың ба сен? Ай, біз адамымыз ғой, нормальный өмір сүруіміз керек қой. Қасқырбай деп. Қасқырбайдан басқа адам жоқтай. Жүдә сен айналайын күлпәш. Үндемеген сайын Қасқырбай деп қайнағаңның атын спокойно атай беретін болсың ғой сен. Ha? Ол әшейінде қайнаға ғой. Қазір біз саясатта тұрмыз. Саясатта Қасқырбай ол. Қасқырбай деме. Не деймін сен? Арымын жасап, волк де. Нупаға дейді. Точно нупаға дейін ол. Қойшы енді күлпәш жексен, осы үшін қырылып, ажырасып кетпейді. Ажырасам. Бәрі Сәбитке дауыс берем мен. Осыдан берші төркініңе қуып жіберем мен сен. Ажырасам да кетем, маған бәрі білесің, мен ашуымды білесің. Ажырас. Адам өзі бір қатынға жете алмай жүрсе. Қоя бер, Наконай. Отан үшін, ел үшін, жер үшін, туған ауылым үшін қидым осы 10 кило тушонканы. Қой, Мен тушонка деп тұрмын. Сұрау өткіткен дұшоңызсын. Бопты, мен қарап тұрам ба? Мен де қидым онда. Мен ел, жұрт үшін демеймін. Қасқырбай көкем үшін, Қасекең үшін мен де қидым мынау. 30 килограмм копченый балық. Ой, маймылдар. Екі маймылды қараш. Бірақ дұрыс қой, Қасқырбайдың командасы зоопарк болу керек қой, дұрыс қой. Бағанақ секрет каталог айтпай-ақ қоям ау. Айтам ба деп ойланып, қуанып келгенем айтпай-ақ қояйын енді. үйбей айтпасаң айтпай-ақ та, мен тыңдамаймын да, қызық емес-ті. Итак айтайын деп атқан жоқпын. Наконай жүрші, саған айтайыншы. Арырақ тұрайықшы мыналарды. Оған сен бе, маған айта бер. Бағанада көшеде келе жатқам ғой, Наконай. Сөйтсем жаңағы Сәбит шығып қалды алдынан. Келе тұрма. Қасыңда тұршы. Сөйт Сәбит шығып маған бүйтеді, күлпәш деп қояды. Сені, Жанарды, сосын каталогты, үшеуіңді балабақшаға тәрбие шығып жұмыс қаламды. Ойбай, тыңдамайтын ғой, барса ер. Үйбей тыңдамаймын да, қызық емес-ті. Соны енді каталогтың Қасқырбайдың командасында екенін білсе, оны алмайды жұмысқа. Енді Жамиланы алады ау жұмысқа. Мен соны ал деп айтам, Жамиланы ал деп айтам. Үйбей ондай болмайды да ғой. Мен ше. Сен волктың қасында лиса болып отыра берсе, как раз қастарыңда шакал жүр анау. Сәл шыда. Паспортыңды бере салшы. Үйбай, не үшін? Дүшен ұрсып жатыр. Каталог, сен жеп жатыр. Дейсен, келгенде жоқ қой? Үйбей келсе ұсады ғой, білем ғой, мен дүшенді. Берсе паспортын. Жүнді ма анау? Немегі паспортына бағыз? 2 жастың ортасына түсесің. Мәйе. Молодец, өтші мына жаққа. Паспортыңа егі болса, Иә. Бересің оған Гастербай тұрық сол. Қай жақ тонап келетсің? Қаяқ тонап келесің? Тонақ келе жатқан жоқпыз, тегін ақ келе жатыр. Шыда саған тегін беріп қойыпты біреу. Сендер бармадыңдар ма әлі? Қайда? Ана магазин алдына Қасқырбай 4 фура әкеп қойғанда халыққа тегін продукт таратып беріп жатыр ғой. Қой, Анерде күріш, вермишел, селмешел, картошка, сәбіз, пияз, мияз, помидор, бәдірен, қияр, бәрін тегін таратып беріп жатыр. Картошка, бәрі бар. Кетші бар, сен емес қой таратып атқан. Еще бар ғой, андай не? Сабын, порошок, сарашок, шампун, пампун, фери, бәрін тегін беріп жатыр ғой. Фери де беріп атыр ма? Кәдімгі фери? қой. Қай жерде? Магазин жақта? Ақшалай ше? Ақшалай еще 5 000 теңгеден беріп жатыр и мороженыйдан беріп жатыр, каждый адам басына. Бұл сендерге қатысы жоқ бұл. Бұл ана Қасқырбай көкеме дауыс бергендер. Бұл сендер сияқтына Сәбит-бабиттерге беретіндер бар. Кеттір. Не, онда не қылдыңдар? 10 пон, 9 пұз бәрін аламын. Жоғалды балам, сап қоясыш. Жамиля ан жақта ма? Онда ала береміз біз. Кет. Жоғалтпайсыңдар ма? Сатылмаймыз біз. Наконай, сен қайда? Жүндісің ба? Енді сен сатылып кетпесе? Анаған барып, дауысымды беріп, 5000 теңгесін алып, мороженемді жеп, қайттан дауысымды әкет қылым. Саған 5000 теңге берген екен, олар саған дауысын қайтарады деп тұрсың ба? Дауысынды кеңірдегімен қоса жұлып алады олар. Не қыласың, 5000 қарап қалдың ба? Сен депутаттың бажасы болайын деп атсың ғой. Үйтіп, шілей майдаланбасайшы. Есіне шығып кетті ғой. Және, Наконай, сенің ана депутат, бажаңды депутат қылу үшін адам жинауымыз керек. Бәрін ауылда, көршілердің бәрін, адамдар, кімді көрсің, бәрін командамызға тығу керек. Ана Дүйсен
Дүйсенді абайлашы. Дүйсенді жексен сөйлестіріп қойма. Қалай үйге келеді, звондашы лучше. Давай. Сразу звонда да айт. Маған жолықсыншы. Срочно де. Күлпашқа жолық деші. Болды, тас қылам. Жексенге жолықтырып қойма. Мен апамды көндірем. Телефон берсей? Кеше 3 күн бұрын ғана әпердік қой. Новый телефон. Бар тапқан таянғамыз жинап саған. Сөйлесесің мен. Тауық айырбастан жіберген оны. Новый телефонды ма? Иә. Қуасың ба сен Накунай? Сен туған күніңе бар ақшамыз шығарып алдық қой оны. Қанша тауыққа айырбастан? Бір тауыққа? Күйдіргі. 10 тауық келеді қоған. Бекер соны айттым мен аналарға шы, сотқа әпермей-ақ қояйық соған. 10 шылдырмаға әпере салу керек еді саған. Күйдіргі. Мә звонданаған. Тез маған жолықсын. Ана жексенге жолықпай, сразу маған келсін мақма. Мен апамды көндіре бек. Апам! Осы жексен мен католик туысқандардың чатынан шығарып тастамасам? Алло, мүмкін? Мен ғой Наконой. Күлпаш жеңеше қалайсыз, жақсысыз ба? Иә, жақсымын, бәрі жақсы. Қайсы? Я, Наконой ма? Таним ғой, я. Диктофон ба не? Накунай, апам сайлауға бүгін кетіп қалған жоқ па? Жоқ ана үшті келейді ше. Қуама апам. Ишақ қара мұртский. Притон жауыр. Не болды? Сумасшедшая любовь. Ведьма. Мынау диктофон ғой? Адамды бекерден 5.000 теңгемен мороженныйдан қалдырып. Неменеге шұқылайсың мен телефонда? Сәбитші? Жоқ әле, ит балық. Мыналардың бәрі продуктіге қарық болып мен қап кетпейін байдалада. Фери керек ет мағанда. Алло, Сәбит. Ай, сенің ауылда адамдарға беретін арзан құрзан бірдеңе болса да жоқ па ештеңе? Бұрынғы заманда демей-ақ қойшы, қазіргі заманда да беру керек. Ой, ол сенің шетеліңде ғой, бұл біздің ауыл ғой. Жақта бірдеңе бермесек, ешкім саған дауыс бермейді. Жалғыз менің даусым жалбырап, қай жеріңе жамау болады? Бірдеңе қысаңдаршы. Мыналар құмырсқа ұқсап пакет-пакет тасып атыр ғой. Адамның ішін күйдіріп. Құрсын, мен құлқыныма сатылмайым. Жастар үшін, болашақ үшін аяғына дейін барам болды. Қоша мені қалады екен бе?